Олардың жұмысы күрделі әрі ауыр. Жауапкершілікті қатаң талап ететін ең маңызды мамандықтардың бірі. Ел ішінде олар бір-ақ рет қателеседі деген белгілі астарлы сөз бар. Күннің қолайсыз уақытында да күн-түн демей 24 сағат еңбек етіп, жарықпен үздіксіз қамтамасыз етеді. Бүгін біздің жобамызда электриктер. Аптап ыстықта, қыста боранда линияның басына шығып, ақауларды жөндеп, биік бағаналарда техника жетпейтін жерлерге қолмен сым тартып, өміріне қауіп төнсе де, жұмыстан бас тартпайтын электриктер. Энергетика саласында еңбек етіп жүрген қарапайым қызметкерлердің еңбегі көзге көрінбеуі мүмкін. Алайда, ойлап қараңызшы, үйіңізде жарық жоқ, жылу жоқ, жұмыс мекемелердің жұмысы тоқтап, байланыс үзілген. Жарықсыз күніміз не болмақ? Жыл 12 ай үздіксіз бізді жарықпен қамтамасыз етіп отырған осындай қарапайым еңбек жұмысшыларының арқасы. Атырау жарық акционерлік қоғамның негізі қызметі электр энергиясын тарату. Бұнда облыс көлемінде барлығы 1960 қызметкер жұмыс жасайды. Олардың әрқайсына берілген міндеттері мен бөлінген аумақтары бар. Электриктер қосалқы станцияларда, трансформаторларда қызмет етеді. Әр санаттың өзіндік шеберлік деңгейі бар. Сондай қызметкердің бірі Шатаев Сағынғали. 10 жыл уақыт көлемінде осы салада еңбек етуде. Таңертең жұмысқа келу 8 жарымда. Үлкен бастықтан панаряд жұмыс алу, жұмыс жасау, қандай жұмыс жасау. Осы келіп тұрған ТП-ға новыйдан транс кіргізу, транс шығару, замена трансформатор деген сияқты электрикке қойылатын талап, техника безопасность сақтау, с отключением жұмыс жасау, электрический печаткамен жұмыс жасау, штанга, ОВН, клещ. Новый ТП Салават, ровно 4, первая, вторая секция, руль 10 киловольт, первая, вторая секция, новый ячейка салп, ошинователь ватт. Ішінде трансформатор Т1, Т2, ошиновка. 0,4, первая, вторая секция, ошиновка, новый ячейка салватор. Высокий давар, руль 10 киловольт, первая, вторая секция. Шинка ошинователь ватт. Бір бригада 3 адам жұмыс жасап, қазір дәл Т1-ді, трансформаторды, шины жалғау. Мұна өшеде тұрған новый үйлерге осы арқылы тоқ барады. Саналатқан ТП жақын күнде пайдалануға беріледі. Электрик мамандығы өте күрделі. Ақырсында бұл мамандар жоғарғы кернеулі тоқпен жұмыс істейді. Берілген тапсырмаларды мүлтіксіз атқару жолындағы жауапкершіліктің де жүгі ауыр. Күн райына қарамай жанталаса жарық қосуға жұмыстанатын жұмысшылардың жағдайын түсіне бермейтін тұрғындар да болады. Ескеріңіз, олар жарық өшкен уақыттан бастап өз өмірін қауіпке тігіп, сіз бен бізге жарық қосуға жұмыстанады.